Цифрлық трансформация. Қазақстандықтар тегін дәрі-дәрмекті әлеуметтік гамиян арқылы ала алады. Амбулаториялық тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету аясында қағаз рецепт алу үшін дәрігерге жазылуға уақыт жұмсаудың қажеті жоқ. Тағайындалған препаратты мейіргер кезексіз өз бетінше бере алады. Әлеуметтік гамиянды пайдалану үшін егов мобайл қосымшасын жүктеп алу қажет. Басты бетте әлеуметтік гамиян бөлімінде дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету жолы бар. Пациент өзіне жазылған барлық рецептіні көре алады. Емханаға келіп, рецептінің QR-кодын ұсынады. Медицина қызметкері QR-кодты сканерлеп, дәрі-дәрмегін береді. Дәрі-дәрмекті электронды жүйе арқылы берудің артықшылығы, дәрі-дәрмек алудың толық тарихы сақталады. Қызмет көрсету сапасын бағалап, пікір қалдыруға болады. Пациент өте төмен бағаласа, құзырлы мемлекеттік органға электронды өтініш автоматты түрде қалыптастырылады. Егде жастағы немесе электронды қызметті пайдалана алмайтын басқа адамдар үшін емханаға барған кезде Face ID және веб-камера көмегімен сәйкестендіруден өту жеткілікті. Содан кейін пациенттің қолына тиісті дәрі-дәрмек беріледі. Ролик Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырысы бойынша дайындалды.